Қарақалпақстандағы дүрбелеңде зардап шеккендер мен қайтыс болғандар арасында қазақстандықтар жоқ. Бұл туралы Қазақстандағы Өзбекстан елшісі Саид-Икрам Ниязқожаев мәлімдеді. Ал қақтығыстар бойынша қамауға алынғандар арасында отандастарымыз бар ма? Жансая Қапасқыз жеткізеді. Қарақалпақстанда дүр сілкіндірген шерулер толқынын шетелдік деструктивті топтар ұйымдастырған. Осылай деген Өзбек президентінің сөзін Қазақстандағы Өзбекстан елшісі де қайталады. Дегенмен тәртіп сақшыларына қарусыз топқа қарсы оқ ату туралы бұйрық берілмепті. Безоружных людей никто не стреляет. Кто будет стрелять в безоружных людей? По луже крови это специальная краска. Ал қақтығыстар басталғанда қазақ-өзбек шекарасында тұрып қалған азаматтардың барлығы діттеген жеріне жеткен. Қарақалпақстандағы туыстарына немесе ем-домға барғандар толықтай елге оралыпты. Бұл мақсатта арнайы құрылған жедел штаб жұмыс істеп тұр. Нұр-Сұлтандағы Өзбекстан елшілігінде өткен баспасөз отырысында елші Қарақалпақстандағы жаппай тәртіпсіздерден қайтыс болғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ дегенге келтірді. Дегенмен қамауға алынғандар арасында отандастарымыз бар ма деген сауалға әзірге жауап ала алмадық. Себебі Өзбек тарабы тергеудің құпиялығына байланысты мұндай ақпарат бере алмаймыз деп отыр. Дегенмен тергеліп жатқандардың арасында шетел азаматтары бар дейді. Настоящее время тайна следствия. Қазіргі уақытта жіті ақпарат таратуға тергеудің құпиялығы рұқсат бермейді. Бірақ қамауға алынғандар арасында Өзбекстан азаматы емес адамдар бар. Олар сол күндері Қарақалпақстан астанасында жайдан жай болмаған. Десе де ел билігі қақтығыс барысында тәртіп сақшыларының күш қолданғанын жоққа шығармайды. Олардың әрекеті тергеледі дейді елші. Қақтығыстан жараланған 94 адам әлі ауруханада жатыр. Кейбіреуінің жағдайы тым ауыр. Жалпы нүкістегі жағдай тұрақталған, төтенше жағдай режимі тамыздың 2-сіне дейін жалғасады. Кәсіпорындар, базар, сауда үйлері, қоғамдық тамақтану орындары жұмыс істеп тұр. Ұялы байланыс орнатылған. Алайда интернет әлі толықтай қалпына келтірілмеді. Жансая Қапасқызы, Нұрлан Әлмхамбетов, Болат Абдуллин, Айбат жаңалықтар қызметі.